Құрметті асылдарым, бұл өмірдегі ең үлкен жетістік өзіңді өзгерту, ең қиыны нәпсін жеңу. Өмірде көп нәрсені өзгертуге болады. Киімді өзгертуге болады, шаш үлгенді, мекен жайды, басқа елге көшіп кетуге, тіпті қасындағы достарыңды да өзгертіп тастауға болады. Егер өзіңнің түп санаңдағы ойлау қабілетіңді түземесең, жан жағындағы оқиғалар күнделікті қайталана береді. Өйткені сен өзгерістерді қаламағансың. Кейбіреулер қоршаған ортадан өзгерістер қалайды. Бауырым, сенше, сен қашан өзгересің? Көшеге алау алып жүгіргенше қолына істі алып бізбен бірге баста. Қандай қиын замандарда қазағым өзінің жерін сақтаған, елін сатпаған. Осы қасиеттерді бойымыздан тауып, алға қарай қол ұстасып шабатын шаруа мекенін жасап шығардық. Бұл жобада мың шақты қазақтың майталмандары бірігіп алып, өзімізден кейінгі ұрпақтарға атамыздан қалған жерді, астындағы байлығы мен бәрін қосып тапсыруға, аманат етуге біріктік. Және те ауыл шаруашылығындағы барша салалардың бәрін мейлінше пайдаланып, көп пайдаға кенелуді мақсат тұттық. Және те түскен ақшамызды жыл сайын халықтың алдында бөліп беруге тырысып жатырмыз. Бұл біздің жоба. Сені бақытты ететін әрекет, алға ұмтылу керек. Бір саты өзіңді көтеру керек. Бұл сезім сенің мүмкіндіктеріңді айқындайды. Біз жасаған жобаны адам сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Тек оны бар денеңмен сезінуің керек. Ал онда не тұрыс? Егер сен өзіңді артқа тартып, қолынан келмейді-ау деп үрейге бой алдырсан, қорқақ адамдардың сөздеріне ерсен, тіпті олардың рұқсатын алғың келсе, онда бұл ойлар сені сындырады. Күмәнмен алға қарай жылжу мүмкін емес. Сен сынасың. Бізге осы жерлерімізді алуға қанша уақыт қалды? Қанша? Бәріміз білеміз, біздің барлық істеріміз бірліктің арқасында ғана бітуі мүмкін. Көп адамдар өмірдің берген сыйын ала алмай, қолын ұшында тұрғанын сезсе де, қолын қыса алмайды. Құрауа жұтып өмірді босқа өткізгеніңді қой. Тапқырлығыңды іске қос. Жаңа жобаларды бізбен бірге құрастыр. Өз ойынды жинақта алға қарай ұмтыл. Бұл жеңімпаздың қасиеті. Тарихымызда мың адам миллионды жеңген кездер бар. Жеңу үшін жеңілістің күйін кеш. Тұру үшін құлап үйрен. Тізерлеп құласан да алға қарай бауырыммен жорғала. Тек алға. Осы әрекеттердің бәрі жігерлі адамның қайтпас қасиеттерін шыңдайды. Біз жасаған жобаларды сөзбен айту қиын. Оны тек сезіну керек. Егер осы жетістіктерге жету үшін өмірімізді арнадық десек, сенесіз бе? Қаншама жағымсыз пікірлерден шаршамай күресіп, керісінше одан қуат алып, алға ұмтылдық. Расында алға ұмтылған адам өте күшті адам, қарқынды. Оның еш нәрседен тоқтата алмайтын қасиеттері бар. Өйткені оны Алланың қалауымен артқа тартқан адамдар ұстай алмаған. Олардың арасынан суырылып шыққан адам. Бауырым, сені Алла қолдайды. Өйткені сен әрдайым әрекеттесің. Бізбен бірге әрекет жаса. Шаруа мекені бұл жақсы адамдардың мекені.